бір бай базардан 2 құл сатып алады. Сөйтіп олардың қасиеттерін білгісі келіп, үшеуі бірге отырып, әртүрлі тақырыпта әңгімелеседі. Байқағаны, бірінші құл өте шешен сөйлейді екен. Сөзінде ой да, сезім де бар. Тілі шешен, арнасы тола өзендей буырқанып тұр. Тіпті толқындатып сөйлегенде теңіз түбіндегі маржанды жағаға келіп төккендей, небір шайырлардың хикметтерінен сыр үзеді. Қожайыны қуанып, өте зерек қызметшіге қарық болдым. Мұндай ақылды құл ешкімде жоқ шығар деп ойлайды. Екінші құлдың мінезі томаға тұйық. Екі сөздің басын қосып дұрыс сөйлей алмайды. Үстінен сасық бір күлімсі иіс шығып тұрады. Тазалығы да төмен екен. Қожайын оның иісінен жиіркеніп, одан алыста отырып сөйлесті. Қолынан не келеді деп сұрады. Бұл құлдың жазу сызудан хабары жоқ, сауатсыз екен. Бар білетіні қара жұмыс істеу. Қожайын іштей мұңайып, аяқ қолы күс-күс үсті сасық құлдан пайда шығар деп ойлады. Енді олардың мінезі мен жан дүниесін тексермек болды. Шешен құлын моншаға түсіп жуынып кел деп жұмсады. Ол кеткен соң екінші құлмен әңгімелесе бастады. Байқаймын, сен өзі көзі ашық, жүрегі таза, шыншыл азамат сияқтысың. Серігің сені мүлде нашар сипаттап еді. Соның бәрі өтірік болғаны ғой деді. Досым ешқашанда жалған сөйлемейді. Ол өте адал адам. Оның осы күнге дейін біреуді алдағанын көрген емеспін. Ол үшін отқа да, суға да түсуге дайынмын. Оның жалған сөйлеуі мүмкін емес. Егер мені нашар сипаттаса, демек менің бойымда сондай кемшіліктер бар болғаны. Әдетте адамның өз кемшілігі өзіне көрінбейді. Есесіне сырт көз тез байқайды деді ол. Ендеше сол досынан қандай кемшілігі бар? Оның сыртынан не байқадың деп сұрады қожасы. Мен оның 3 кемшілігін айтайын. Біріншіден, ол қашанда тура сөйлейді. Екіншіден, ол ақиқат үшін басын тігуге дайын. Үшіншіден, біреудің айыбын емес, өзінің кемістігін байқап түзеп отырады деді екінші құл. Өзің бір қызық адам екенсің. Мен оның кемшілігін сұрасам, сен жақсы қасиетін тізіп бердің. Кемшілігін өзім тауып көрсетсем қайдар екенсің деді қожайын. Сөзімнің өтірігі жоқ деп шырылдады екінші құл. Осы кезде моншаға түсіп тазаланып шешен құл келді. Қожайын енді екінші құлды моншаға жіберіп бірінші құлмен сөйлесті. Айта қойшы, досыңның сен жайлы айтқандары рас па деп сұрады. Ол мен жайлы не айтып еді деп сұрады бірінші құл. Ол сені имансыз, ашкөз, дін бұзар, 200 деп сипаттады. Оны естіген құл орнынан атып тұрып жұлқынып, оңбаған. Ол алдымен өзіне қарасын, аш кезінде тезегін жейтін сасық иттің нақ өзі ол. Ол үшін киелі ешқандай сезім жоқ. Ар, абырой, достық, борыш сияқты қасиеттен жұрдай деп айқайлады. Қожайын оны тоқтады. Сенің сөзіңнен аңғарғаным досың емес, сенің өзің сондай жан екенсің. Сырт келбетің мен әңгімең қанша жерден әдемі көрінгенімен, көкірегіңді тот басып, көңіліңнен жаман иіс мүңкіп тұр. Сондықтан менен алысырақ отыршы деді. Әй дәруіш, біреудің сыртын көріп, оның сұлулығы мен әдемі сөзіне еліп кетсек те, ең маңыздысы ол емес екенін түсінелік. Кісінің ішін білмей, сыртына қарап тон пішпе. Сіздермен ғибраталар мақсат және мен мақсат. Құрметті көрермен, өмірдің әр сәтінде ғибрат жатыр, және сол ғибратты бірге іздеп, бірге түйсіңіз келсе, онда біздің арнаға тіркеліңіз. Алла амандық берсін, келесі кездескенше.